Мен ағамның қолында тұрамын. Ағам іссапарға өте жиі шығады. Шет елдерге де көп барады. Жұмысы солай. Сол кездерде жеңгем үйде қызымен жалғыз қалады. Сондықтан ағаң іссапарға кеткенде жеңгеңнің қасында боласың деп мені ауылдан арнайы жіберген. Сөйтіп 1 жылдан бері астаналық болдым. Ағамның жұмысы жақсы. Бұрын Алматыда тұрды. Былтыр жұмысы Астанаға ауысты. Астанаға келген соң 4 бөлмелі үй сатып алды. Ағамның табысы жақсы болғандықтан Астанаға келгелі жеңгем жұмыс істемейді. Негізі жеңгем өте жақсы адам. Ағамның ауылдағы ата-анамызға көмек бергеніне де тарынбайды. Маған да қажет нәрселерімді әперіп отырады. Былтыр алғаш осында келгенімде бастан аяқ киіндірді. Қымбат ұялы телефон, ноутбук әперді. Қажетіңе жаратарсың деп үнемі ақша беріп тұрады. Қолы ашық, ешқандай маған ұрсып көрген емес. Бірақ кейінгі кездері жеңгемнің бойынан бөтен қылық байқап жүрмін. Ағам іссапарда болғанда жеңгеме біреу телефон соғатын болып жүр. Сол белгісіз біреуден күдіктенемін. Өйткені ондай кезде жеңгем бөлмесінің есігін жауып алып сөйлеседі. Бірде шыдай алмай ақырын барып тыңдадым. Телефоннан біреуге жаным сағындым деген сөздерін естіп қалдым. Оған қоса ағам іссапарға кеткенде құрбыларыммен кафеге жолығып қайтамын деп қызын маған қалдырып 3-4 сағатқа жоқ болып кететінді шығарды. Үйге бір құшақ гүлмен оралады. Әрине, мен гүлді кім сыйлады деп сұрай алмаймын. Бірақ сол гүлдің тегін емес екенін ішім сезеді. Бірде жеңгемді біреу машинасымен әкеліп тастағанын терезеден көріп қалдым. Сол көлікті кейінде байқадым. Соған қарап, жеңгем біреумен көңіл жарастырып жүрме екен деп ойлаймын. Менің бұл күдігімді тағы 1-2 жағдай күшейте түсті. Бірде жеңгеммен дүкен аралап жүргенбіз. Ту сыртынан бір жігіт келіп жеңгемді құшақтай алды. Жеңгем менен ыңғайсызданып қалды. Тағы бірдеңе бүлдірмесін деді ме, жалма-жан мынау менің қайынсіңілім деп мені таныстырды. Сосын сендер жүре беріңдер, мен қазір барамын деп жігіттің қасында қалып қойды. Бірақ жеңгем көп бүгелмеді. Келе сала, менің мектепте бірге оқыған сыныптасым ғой, мектепте де солай болатын, әлі балалығын қоймапты, жөнсіз қалжыңдай береді деп ақталғандай болды. Бірақ менің ішіме күдік ұялады. Содан 2 айдай кейін менің күдігімді еселей түскен тағы бір оқиға болды. Ағам іссапармен шетелге кеткен болатын. Үйде өзіміз ғана қалғанбыз. Түнде біреулердің сөйлескен даусынан оянып кеттім. Ағам келген екен ғой деп ойлап бөлмемнен шықтым. Ойымда ештеңе жоқ, жеңгемнің даусы ас бөлмеден шыққан соң сонда қарай бағыттадым. Ас бөлмеде өткенде дүкенде кездескен жігітті отырғанын көріп қалдым. Мені көрген жеңгем тосылып қалды. Бір сәтке үнсіздік орнады. Маған қарағанда жеңгем тез есін жиды. Бұл менің сыныптасым ғой, өткенде дүкенде танысып едіңдер ғой. Бір тығыз шаруамен келген екен, қазір қайтқалы жатыр деп жауып үйден шығарып салды. Сол кезде барып есімді жидым. Кері бұрылып бөлмеме кіріп кеттім. Ертеңінде жеңгем, сен жаман ойлап қалма. Ол шынымен де менің сыныптасым. Бауыры полицияға түсіп қалып, шұғыл түрде ақша қажет болып бізге келіпті. Басқа барар жері болмапты. Адамның басына іс түскенде көмектесу керек қой. Азын-аулақ ақшам бар еді. Сонымен бауырын шығарып алыпты деді. Әрине, мен жеңгемнің айтқандарына сенгенім жоқ. Жеңгем сөзін одан әрі жалғап, бұл туралы ағаңа айтпай-ақ қой, біреуге ақша бергенімді білсе ренжиді. Болмашы нәрсеге бола көңіл күйін бұзбай-ақ қояйын, деді. Мен үндегенім жоқ, өйткені не деп жауап берерімді білмедім.
Сондықтан сіздерден кеңес сұрап отырмын. Көрген білгенімді ағама айтуым керек пе, жоқ әлде менікі орынсыз күдік пе? Орынсыз күдігіммен ағамның отбасын ойрандап алып жүрмеймін бе? Ерлі зайыпты адамдардың ортасына түспегенім дұрыс па? Ақылдарыңыз керек.